Құрметті оқырмандар, Арқалық қаласындағы облыстық номер 2 әмбебап ғылыми кітапханасының әдістеме библиографиялық бөлімі жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің туғанына 85 жыл толуына арналған қазақ әдебиетінің тарланы атты библиографиялық көрсеткішті сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қоғабай Сәрсекеев 1939 жылдың 1 сәуірде Қостанай облысының Жангелдин ауданы Торғай ауылында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің түлегі. 1963 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген соң 1963-1967 жылы Республикалық Қазақстан пионері, Ұлан, Социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газеттерінің әдеби қызметкері. 1967 жылы 1982 жылы Қазақ әдебиет газетінің бөлім меңгерушісі, жауапты хатшысы. 1983-1986 жылы кітап жаршысы, Друг читателя газетінің редакторы. 1986-1990 жылы Жалын баспасының бас редакторы, Республикалық Қазақ кітап бірлестігінің бас редакторы, Республикалық кітап таратушылар қауымдастығының президенті. Алғашқы әңгімелері 1950 жылдардың ортасынан бастап шыға бастады. 1967, Қараша қаздар, 1974, Жол үстіндегі әңгіме, Ұлы ұстаз немесе Ахмет Байтұрсынов жайлы ой түйін, портреттер, үш арыс, үш таным, өзге емес өзім айтам өз жайымда деп аталатын әңгіме іссалары мен 2 томдық танымал жинағы. 1999 жылы тағы басқа жинақтарының авторы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қостанай Торғай қалаларының құрметті азаматы, Халықаралық ақпараттану академиясының, Халықаралық Евразия академиясының академигі, Қазақстан жазушылар одағының басқармасының мүшесі, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және Бейімбет Майлин атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты, Францияның алтын медалі мен Халықаралық ақпараттану академиясының алтын медалінің иегері. Құрметті оқырман қауым, жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің туғанына 85 жыл толуына арналған қазақ әдебиетінің тарланы атты библиографиялық көрсеткіште толық танысып, өздеріңізге қажетті мәліметтерді біздің кітапханамыздың әдістеме библиографиялық бөліміне келіп ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.